Сәлем достар, қалайсыздар? Қыздар ғана жиналған ауызашарға барып келдім. Монғолияның, Қытайдан және Қырғызстаннан келген қазақ қыздары бас қосқан болатынбыз. Аянға жолдасыма рахмет. Екі баланы да Нашатайды да, Ағыстайды да өзі қарап қалып, маған сен барып демалып кел деп сөйтіп жіберген болатын. Кездескен жапондық әйелдер болады ғой, қыз келіншектер. Солармен әңгімелескен кезде міндетті түрде қойылатын менде 2 немесе 3 сұрағым бар да. Жаңағыдай жапонша өшіресіз ба деген сияқты. Онша сэмпай деп айтады. Олар конверсияны шешіп қоймайды екен. Айтады, бала күтіміне байланысты жалпы сұрақтарым осындай болады. Жақсы ана емес сияқты қылып ойлайтын едім де, барып дәрігерден сұраған болатынбыз. Сонымен баласы бар, 4 баласы бар әйелдер, сіздер бердіңіздер ме десе, жоқ дейді. Бірақ мен үшін ең басты, мысалы мен егер де ғылым жолында жүретін болсам, менің ойымша мен балансты сақтай аламын деп ойлаймын да. Сәлем достар, қалайсыздар? Әдеттегідей біздің YouTube каналға қош келдіңіздер. Біздің каналға тіркеліп, осындай Жапонияға қызығып жүрген достарыңыз болса, болмаса осы жаққа қыдырып келетін, оқуға келетін достарыңыз болса, сол достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар, пікір қалдырыңыздар, жалпы бізді қолдап қойсаңыздар. Рахмет көп. Мен өткенде қыздар ғана жиналған ауызашарға барып келдім. Сол жерде тек қана Қазақстанның ғана қыздары емес, сонымен қатар Монғолияның, Қытайдан және Қырғызстаннан келген қазақ қыздары бас қосқан болатынбыз. Неге тек оларды әрине отбасылы, бала шағасы бар қыз келіншектер, бірақ тек қана қыздар болып жиналған себебіміз, бізді ауызашарға шақырған досымыз, енді менің әпкем болып келеді, әпкем сияқты. Күйеуі үйінде болмайды екен да, сол себепті тек қана қыздар бала шағасымен ғана шақырған болатын. Енді сол инстаграмдағы жазбада мен сұраған болатынмын оқырмандардан, жалпы сол жерде айтылған әңгімелермен сіздермен бөлісейін ба деген сияқты. Сол кезде көп қыз келіншектер менен бөлісіп берсеңіздер деген сияқты ұсыныс тастаған болатынмын. Міне осылай видео жазуымдағы себеп осы. Жалпы мен ойлағам, ол жерге барған кезде жалпы қыздардан видеоға түсірсем бола ма деп сұраймын деп, бірақ өкінішке орай бір қыз келіншектер орамалда болды деген сияқты кішкене ыңғайсыздау болды. Тіпті суретке, шынымды айтсам, суретке түсуге де мүмкіндік болмады. Соншалықты сондай бір жақсы әңгімелер айтылып, бас қосқан сондай бір жақсы болды да. Телефон, ешқандай қызда телефонды қолына алып отырмады. Сондай бір жақсы көңілді бір бас қосу болды. Енді мен сіздерге сол кездесуде жалпы не болды, қандай әңгімелер айтылды, жалпы сол кездесу туралы айтпақшымын. Ал ендеше бастайық, кеттік. Аянға жолдасыма рахмет. Екі баланы да Нашатайды да, Ағыстайды да өзі қарап қалып, маған сен барып демалып кел деп сөйтіп жіберген болатын. Тек қана мені ғана емес, сол бас қосуға жиналған қыздарды да күйеулері солай балаларын алып қалып жіберген болатын. Тек қана бір келіншек өзінің 4 айлық баласымен ғана келді. Енді оны тастап кете алмайды ғой, өте кішкентай. Және бір әйел өзінің 1,5 жастағы баласымен келді. Осындай жиын болды. Қалған қыздар балаларын тастап, сондай бір еркінсіп келген болатын. Жалпы ол кездесуде мен өзіме өте көп нәрселерді, ойларды түйдім. Солармен бөлісіп өтсем. Біріншіден, мені осы Жапонияда жүрген кезде көп толғандыратын сұрақ бар да. Мен тіпті кездескен жапондық әйелдер болады ғой, қыз келіншектер. Солармен әңгімелескен кезде міндетті түрде қойылатын менде 2 немесе 3 сұрағым бар да. Балаға қатысты, бала тәрбиесіне қатысты, жалпы баланы өсіруге қатысты. Соларды айтып өтейін. Сол кезде ана жерде жиналған қыздардың көбісі Жапонияда 15 жыл, 20 жыл, 25 жыл тұрған қыздар екен да. Балаларын бәрін сол жақта босанған деген сияқты. Сонымен мен сол жерде Жапонияда 15 жыл тұрған әйелден сұрадым да, жалпы балаңызды жаңағыдай жапонша өшіресіз ба деген сияқты. Ол жапонша деген қандай, мен соны астын сызып айтып өтейін. Ол деген сөз, мысалы, қысы жазы баланың аяғын, басын жалаңаш қояды. Мысалы, далаға шыққан кезде де, киіндірген кезде де аяқтары жалаңаш болады. Басына бас киім кимейді деген сияқты. Әрине бәрі емес, кетіндер де бар, мен оларды көрдім. Бірақ негізі көп жағдайда солай киіндірмейді да. Соны сұрадым. Мысалы, мен өзім тіпті өзім жаурап келе жатқан кезде, балам қатты жаурап қалама деп ойлаймын. Бір рет мен де соны сынап көрген болатын, бірақ ана бір түрлі баланың аяғы кішкене
көгеріп бір жаураған сияқты болып сөйтті да, сосын қой деп қайтадан киіндіріп алдым деген сияқты. Мен Нашатайды да Ағыстайды да өйтіп жалаң аяқ қойған жоқпын. Тек қана үйде жүрген кезде ғана қыс болсын жаз болсын аяқтарына енді нәски кимейді. Енді қазір Нашатай 4-те келді ғой, енді ол өзі киіп алып жүре береді. Бірақ Ағыстайға негізі кигізбеймін, тек қана далаға шыққан кезде ғана кигіземін. Сөйтіп сол әйелден сұрадым да, қалай жапонша өсіріп жатсыз ба десем, иә дейді, кәдімгідей жақсы екен деп сөйтіп айтып жатыр. Баланың кішкене жаңағы сыртқы ортаға үйренуі, жаңағы суық ыстықты ажыратуы сол үшін қажет дейді. Сонымен қатар мен сол сұрақты негізі жаңағы көптеген ғылыми мақалаларда оқыған болатынмын. Сол сөйткен кезде көптеген жаңағы кішкентай балаларды далаға жаңағыдай орысша закалять деп айтады ғой, сол сияқты қылып өсірген дұрыс дейді. Себебі сыртқы ортаға оның иммунитеті, қарсылық қуаты жақсы даму қажет деген сияқты. Мысалы, бір суық тиген кезде, бір терезені ашып жел қаққан кезде дереу суық ұстап қалмайтындай, яғни баланы сөйтіп жеңіл киіндіру керек. Неге деген кезде тағы да оның бір ғылыми себебі, яғни бала өз денесін өзі жылыта алады, бірақ суыта алмайды екен. Мысалы, далаға шыққан кезде бала ол мұздап қалмайды дейді, адамның денесінде қан айналыс болады, тағы да басқа бір процесстер болады, соның әсерінен баланың денесі өздігінен жыли алады. Бірақ ол қозғалыс болған кезде, адамның жаңағы қан айналысы, тамырынан әртүрлі жаңағы процесстер болған кезде, ол өзін суыта алмайды. Сол себепті балаларды сөйтіп жалаңаш қояды екен. Бәрін емес, әрине, аяқ қолын басын деген сияқты. Соны өзім түсіндім. Одан кейін, енді мен бұрыннан бері білетін едім, бірақ сонда да сондай бір жапонша сэмпай деп айтады, жаңағыдай өзінен үлкен, бір жас немесе одан да үлкен жаңағы әпкелерін айтады, болмаса студент болған кезде жаңағыдай бірінші курс оқысаң, 4-ші курс, 3-ші курс, 2-ші курстағы әпкелері, аға әпкелері деген сияқты оларды сэмпай деп айтады. Сол сэмпайлар бізге сондай бір өзі ойланып жүрген ақпаратқа жапонша какуни деп айтады, подтвердить етсе, онда кішкене жаным тыныштап қалады. Білмеймін енді сіздерде қалай, бірақ менде сондай да. Одан кейін тағы да жаңағы памперс мәселесі. Енді мен оны жапондық әйелдердің бәрінен сұрағанша, тіпті Инстаграмда да сол туралы айтқан болатынмын. Олар памперстерін шешіп қоймайды екен. Айтады, неге дейді, ана әйелдер айтып жатыр да. Енді бала демалып тұру керек емес, бандай сосын айтады, иә, воздушный ванна жасаймыз, 15 минут, 10 минут жаңағы суға түсірер алдында сөйтіп кішкене қойып қоямын дейді. Былай памперсін шешіп қойып өйтіп жүргізбеймін деп ше. Мен айтып жатырмын, менің өзімнің әке-шешелерім қоймай баланы шешіп қой, бүйтіп қой, сөйтіп қой деп айтады десем, енді саған ол ыңғайлы ма дейді. Сосын енді кейде ыңғайлы болады, кейде ыңғайсыз болады деген сияқты айтсам, өзіңе ыңғайлысын жаса деді. Мысалы, Жапонияда тіпті памперсті баладан шешпейді екен. Бірақ ешқандай бала жаңағыдай зиян шегіп жатқан жоқ. Яғни, бірақ памперсті уақытылы ауыстырып, әрине толтырып қойып ұзақ уақыт жүруге болмайды ғой, бірақ сол үшін тез-тез ауыстырып тұру керек деген сияқты айтты. Енді мен оны қанша жерден жапондық әйелдерден де дәл осы ақпаратты естісем де, мен бәрібір басқа бір жапондық әйел көрсем қайтадан соны сұраймын да. Сол, бірақ әлі менде сондай не бар да, мен шешіп қоямын, күніне 1-2 сағат сөйтіп памперсті жүргізіп қоямын. Енді Нашатайды сөйттім, Ағыстайды сөйтіп жатырмын. Ағыстай енді кішкене үлкейіп қалғаннан кейін дәретті ұстап жүреді деген сияқты кішкене сондай үйреніп келе жатыр да. Сол себепті қазір оңайырақ. Енді кішкентай кезінде шынымды айтсам астына төсек қойып, жаңағыдай жалаңаш қоймай, тек қана памперсін шешіп, үстіне жаңағыдай мақтадан жасалған шалбарларын, сымдарын кигізіп қойып сөйтіп жүргіземін да. Бірақ енді қазір де сөйтіп жатыр. Менің ойымша, жеке өзімнің ойым, енді мен жалпы памперсті шешіп жүрген дұрыс па деп ойлаймын. Білмеймін, енді кішкентайымыздан бері миымызға құйылып қалған бір қағидат болуы да мүмкін, бірақ енді менің өзімнің сараптауым бойынша деймін, енді бір ақпараттар тіпті бізге дұрыс нәрсе ғылыми түрде айтса да, біз кейде оны миымызбен қабылдаймыз, кейде қабылдамаймыз деген сияқты. Сонымен де әлі сол памперсті шешіп қойған дұрыс деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Астына пікір қалдырып жаза кетіңіздер. Тағы да бір сұрақ қойдым, ол жаңағыдай шомылдыру мәселесі бойынша. Енді мен Ағыстайды, Нашатайды да кішкентай кезінен бастап тұзға, енді Нашатай кезінде ромашка, череда бір нәрсе деген сияқты шайларды мен қолдана алмадым. Тек қана сол тұз, су, сабын деген сияқты мен араластырып сөйтіп жуындырған болатынмын. Енді Ағыстайды кішкене
Қазақстандан шай алдыртып сөйтіп шомылдырып жатырмын. Соны мен ана әйелден сұрадым, мен көп бала 4 баласы бар әйелден, 4-еуі де Жапонда туылған. Сұрадым, қалай сөйтіп шомылдырып жүрген дейді. Сумен шомылдырамын, сабынмен шомылдырамын дейді. Сосын тұз іше деп жатсам, енді оны не істеймін деп сөйтіп айтты да. Енді жапондықтар үйтпейді дейді деп айтып жатыр. Бірақ шомылдырғаннан кейін денесін, енді Жапон кішкене құрғақ болғандықтан кішкене денесін ылғалдап крем жағып, лосьон жағып сөйтіп қойған дұрыс деп айтты. Сосын мен айттым, мен сол тұзбен шомылдырамын, кейде шаймен шомылдырамын, тіпті кейде ұмытып кетіп, кейде тез бүйтіп не қылған кезде тек суға ғана, сабынға ғана шомылдыра саламын деп сөйтіп айтсам, сосын барып денесінен бір кішкене бір нәрсе шықса болды, өзімді типа неге сол кезде тұзға шомылдыруым керек еді, сол кезде шайға шомылдыруым керек деді, дұрыс қарай алмадым деген сияқты кішкене өзімді енді аналық өзімді кінәлау болады. Сол кезде айтады, неге деп айтып жатыр. Ең басты баланың денесінен бір нәрсе шықса, демек оның бір нәрсе дұрыс емес нәрсе жеп қойды деген сияқты қарауыңа болады деген сияқты айтып жатыр да. Мен сонда да ойладым, жарайды, шайларға енді шомылдыру білмеймін енді, бірақ тұзға шомылдыру керек деп ойлаймын, өзімнің ойым. Мүмкін өзіміздің аналарымыздың бізге жазып берген қағидаттарынан да болуы мүмкін әрине, бірақ енді тұзға шомылдырса баланың денесі тез өсіп жатыр, тез түлеп жатыр. Әрі өсуші не болғаннан кейін, мысалы ауада неше түрлі, менің ойымша ғой, ауада неше түрлі жаңағыдай вирустар, микробтар болады. Олар баланың терісі нәзік, сондай болғаннан кейін менің ойымша тез желініп, жаңағыдай әртүрлі жаңағыдай бактериялар, вирустар болуы мүмкін деп ойлаймын өзім жеке басым. Сол себепті тұзға шомылдырса, оның бәрін өлтіріп, өлі терісін тез-тез жаңағыдай түсіп қалуына, жаңа терісінің тез пайда болуына, денесінің жаңағыдай көп жара шығып кетпеуіне меніңше тұзға шомылдырған дұрыс деп ойлаймын. Енді оның шынымды айтсам әлі ғылыми сондай мақалаларды оқымадым, бірақ енді Жапониядағы қыз-келіншектердің жасап жүргеніне қарағанда, енді ғылыми түрде мүмкін тұзбен шомылдыру дәлелденбеген шығар. Бірақ менің ойымша біздің қазақи неде, енді бұрынғы ата-апаларымыздың, аналарымыздың жасап жүрген күтімі меніңше дұрыс шығар. Сіздер қалай ойлайсыздар осы жерде? Соны да астына жаза кетіңіздер. Жалпы осы аналардың жаңағыдай көп жапондық әйелдерден сұрайтын менің бала күтіміне байланысты жалпы сұрақтарым осындай болады. Одан кейін тағы да жаңағыдай әртүрлі, тағы да бір қызық өзіме түйгенімді айтып өтейін. Баланың мәселесіне қатысты тағы да бір жаңағыдай сұрақтар болды. Сол кезде аналар айтып жатыр, ана жерде енді ең жас ана мен екенмін ол жерде. Сонымен енді айтып жатыр, сен екі балаң бар ғой, уже сен профи болатын болдың ғой деп сөйтіп айтып жатыр. Мен айтам, жоқ, мен әр баламен менде әр қалай әр кезде жаңаша бір тәжірибе болады. Мен мысалы бірінші балаға жасаған, екінші балама жасаймын, бірақ әр бала әртүрлі ғой. Сол себепті ана болған кезде де сен біртүрлі жаңадан ана болған сияқты боласың да. Тек қана енді кейбір мәселелерге қарсылық қуатың болуы мүмкін, бірақ негізі жаңаша болады менде деп сөйтіп айтып жатсам күледі. Онда біз 4 баладан кейін сондай болдық екен деп. Сол. Тағы да бір мәселе осы жерде айтатын витамин мәселесі. Енді мен Нашатайда босанған кезде дәл менің құрдастарым да тұрмысқа шығып, балаларым босанып жатқан кез болатын. Сол кезде барлығы балаларына Д витамин бер, кішкентайынан бастап Д, С, кальций, бір нәрсе деген сияқты витаминдерді беріп жатыр. Ал мен Жапонияда ешкім жоқ, витамин беріп жатқан жоқпын. Сонымен әр кез жаңа Инстаграм болсын, басқа да болсын, ақпарат көздерін қараған кезде витамин беру керек, бүйту керек, сөйту керек деген сияқты ақпараттар барды. Сол кезде оқыған кезде өзімді бір жақсы ана емес сияқты қылып ойлайтын едім да, мен балама витамин бермеймін неге деген сияқты ойлап. Мен аянға да қоймаймын, дәрігерге барып тексерілейік, бәрі витамин беріп жатыр, біз беріп жатқан жоқпыз, мүмкін дұрыс емес өсиет бір нәрсе деген сияқты бір сұрақтармен мазалайтын. Клиникаға барып дәрігерден сұраған болатынбыз. Сонымен дәрігер айтады, тамақ жейма дейді, жейді, жақсы емей ма емеді, су бір нәрсе тағы іше ма ішеді, өзіңнің байқап жатқан бір басқаша құбылыстар бар ма дейді. Жоқ десем, онда болды ғой, не үшін бересің деп сөйтті да. Сосын мен таңғалып қалдым. Сосын айтады, егер бала негізі дейді, дәрігерлердің, жапондық дәрігерлердің айтуы бойынша, барлық ағзаға қажетті заттарды сонда
тамақтан алғаны дұрыс, тамақтан, еттен, тағы да біз жаңағыдай пайдалы көкөністерден солардан алғаны дұрыс дейді. Егер де ол қосымша алатын болса, енді бала ол кішкентай, әлі ағзасы әлі де өсу үстінде, оны дұрыс қорыта алмауы да мүмкін дейді. Әрине, егер де медициналық араласу қажет болса, әрине беру керек, бірақ та былай өзің ойлап, мынандай деген сияқты беруге болмайды деп сөйтіп айтқан болатын. Енді мен сол әйелдерден де сұраған болатын, бәрінің 2-3 баласы бар, 4 баласы бар әйелдер, сіздер бердіңіздер ме десе, жоқ дейді. Одан кейін барып кішкене тынышталып қалдым. Енді негізі Нашатай кезінде сол сұрақтың жауабын жауып қойған болатын, бірақ Ағыстайда да тағы туындады да, енді тағы да беріп жатыр Қазақстанда деген витаминдердің кәдімгі пачка, баланың өзінде кем дегенде 3-4 витамині бар да, соны мен ойлап қалдым. Қалай болады екен деп. Енді сіздер осы жөнінде не ойлайсыздар? Өздеріңіздің үйленген баласы бар қыздар болатын болса, жалпы балаларыңызға витамин бересіздер ма? Тамақ қандай? Айтпақшы, тағы осы жерде есіме түскен сайын бүйтіп айта берейін, енді шашыраңқы болса да. Соны әйелдер де айтып жатыр да, Қазақстанда, Қырғызстанда да дәл сондай екен, Қытайда да дәл сондай екен, Монғолияда да дәл сондай екен, Қазақстанда да дәл сондай екен да. Бізде дейді, ең басты көкөніс, пияз, сәбіз, картоп болды дейді. Осы 3 нәрсені біз тамақтың бәріне қосамыз болды. Ешқандай да жасылды, көп болса бұрышты қосамыз дейді, мына көк бұрышты, болгарский перец бар ғой, соны қосамыз дейді, болды дейді. Соны айтады да, енді осындай тамақ жеген, ұн тамақ жеген, май тамақ жеген бала қалай витамин ішпейді деп айтып жатыр да. Енді ал Жапонияда шыны керек, тамақтың жаңағыдай түрі де көп, әрі көкөністерді біз сияқты көп қайнатып езілтіп жібермейді, жаңағыдай барынша өзінің жаңа пайдалы витаминдер, минералдар болады ғой құрамында, соларды сақтап қалуға тырысады деген сияқты сондай бір тамақтың түрлерін жасайды. Біз мысалы Нашатайдың балабақшасына барған кезде неше түрлі тамақ, салат, міндетті түрде сорпа, жаңағыдай ұнды мүлдем бермейді деп айта алмаймын, береді, бірақ та оның сәйкесінше мысалы ағзаға жақсы қорытылу үшін және де қант деңгейінің тез жаңағыдай өсіп пик болады ғой, глюкозаның сондай глюкозный пиктар болмас үшін мысалы сондай нан өнімдері не болмаса күрішке қасына көкөніс, көксайлар сондай қосып береді, айран деген сияқты, банан, әртүрлі жемістер, сондай нәрселерді балансты өте жақсы сақтайды. Меніңше сол себепті шығар Жапонияда витаминді көп ұсына бермейтіндігі. Себебі бұл тек қана жапондық балабақшаларда ғана ондай емес, мектептерде ғана ондай емес, сонымен қатар үйлерінде де сондай сәй өнімдерін көп алады. Мысалы біз үйдің қасында супермаркет бар, қашан барсаң адам көп болады. Жапондықтарда мынандай әдет бар да, күнделікті тамаққа қосатын сәйларды, көкөністерді күнделікті алып отырады. Тіпті үстіне жазып қояды, сәйлардың қасына, сүт өнімдерінің қасына daily product деп жазып қояды. Күнделікті алынатын өнімдер деген сияқты. Сол енді жапондықтардың осы қасиетін негізі біздің Қазақстандағы, болмаса жалпы қазақтардың аналары сондай бір өзіне мынандай бір түртіп қойса жақсы бола ма деп ойлаймын. Сол жалпы балаға қатысты, осындай баланы өсіруге қатысты осылай айтсақ болады. Осы жерден тағы да жаңа есіме енді түскені осы болды, тағы да есіме түсіп жатса, тағы да Инстаграмда, болмаса басқа да әлеуметтік желілерде бөлісетін боламын. Келесі, яғни ол тағы да бір өзіме түйгенім, шынымды айтсам, мен осы былтыр осы 2 жыл алдыңғы уақытқа дейін мен өзімді кішкене бір ойланып, әттең-ай деген кездер болатын. Қандай кез деген кезде, мысалы мен Қазақстанда магистратура оқыдым, Жапонияда докторантура оқыдым, бірақ қазір мен ағылшын мұғалімі болып жұмыс жасаймын. Сол кезде ойланатын едім, мен сонда бекер оқыдым ба, не үшін оқыдым, андай-мындай деген сияқты өзімді кішкене жейтін сұрақтар болатын еді. Сонымен, бірақ соңғы 2 жылда мен өзіме бүйтіп жасадым да, барлығын енді адам деген пенде ғой, барлық нәрсені салыстырады деген сияқты. Кейін ойладым, ең бастысы маған, енді мен басқа қыздар барлығына жалпылап айта алмаймын әрине, бірақ мен үшін ең бастысы ол отбасы екен да. Мен үйде болсам, мен жайнап, құлпырып, әдемі болып жүреді екен. Мен балаларыма тамақ жасасам, маған сол қуаныш сыйлайды екен. Мен күйеуімнің жағдайын жасап, балаларымның жағдайын жасап, үйімді жинастырып, мысалы мен үй жинағанның өзіне демаламын да, мысалы маған сол
мысалы мен сондай жұмыстарды жасаған кезде мен рахаттанады екенмін. Енді басқа қыздар бәрін жалпастырып айта алмаймын ғой. Сол себепті мен өзіме ойладым да, ең бастысы мен мысалы мен егер де ғылым жолында жүретін болсам, онда мен балаларыма, үйіме ондай көп уақыт бөле алмайтын едім. Ол 100%, оны мен білем, оған мен сенімдімін де. Бірақ мен осындай кішкене еркін жұмыс жасағаннан кейін мен менің ойымша мен балансты сақтай аламын деп ойлаймын да. Мен сол себепті өзімді осындай түйінге келіп, жаңағыдай өткенді жіберген болатын. Яғни мен доктор оқыдым, бүйттім, сөйттім, мындай деген сияқты нәрселердің бәрін алып тастадым. Мен оны оқыдым, иә, бірақ ол меніңше ол мындай ғой, мысалы докторантураны бітіріп мен мынандай қағаз алдым, бұл қағазым құр жатыр, бір нәрсе деген емес. Мен сол докторантураны оқып жүрген кезде мен өзіме скилл деп айтады ғой, сондай бір қабілеттерді жинаған болатынмын. Мысалы мәселе шешу, тез ойлану, шешім қабылдау, бір нәрсе тағысын тағы деген сияқты сондай өзіме қабілет жинадым. Бұл оқу аралығында, осы докторантураны осы Жапонияда оқу маған осындай қабілет берді деп айта аламын да. Мен қабілет үшін оқыдым деген сияқты мен өзіме айта аламын. Сол себепті мен оны жіберіп қойған болатын. Енді көптеген қыздар маған жазған болатын: Жадыра, сен оқыдың ғой, бүйттің ғой, өзіңді жемейсің ба, осылай жұмыс жасап жатқаны? Неге жеймін деп айтамын да. Енді мен оны, әрине менде ондай кезең болды, бірақ сол оны өтіп, енді өту қажет әрине барлық кезеңді. Сондай болған болатын. Сосын мен сол жерде жиналған бір қызды айтып жатыр да, Кореяда оқыған екен, Монғолияның келіншегі. Монғолияда оқыған, Кореяда оқыған, Жапонияда оқыған, 3-4 мамандық ауыстырған, әр мамандық бойынша жұмыс жасап, ақыры қазір жап-жас қыз, 36-тағы қыз, қазір фриланс болғым келіп жүр деп сөйтіп осы әртүрлі әлеуметтік желілерді жүргізеді екен, сондай да. Мен ол қызға оның қасында мен деген кіммін? Мен деген тек қана өзімше, ой, мен Жапонияда оқыдым деп, сонда мен қалай жүрем деген сияқты. Сол себепті осындай көріп жатқан қыздар, қыз келіншектер болса, ешқашанда өйтіп ойламаңыздар. Болған нәрсенің бәрі де ол бекер емес. Мысалы мен Жапонияда жүріп Аянмен таныстым, өзімнің болашақ жарыммен. Аян қалжыңдайды кейде, сен Жапонияға сол мен үшін келдің деген сияқты. Сол жалпы айтарым. Тағы да басқа қызықты әңгімелер болды. Менен кішкентай бір 97-ші жылғы қыз болды, ол да сұрап, ол да докторантура оқиды екен, қалай болады екен деп сөйтіп қойған сұрақтары болды. Сөйтіп бір-бірімізбен тәжірибе алмасып, сондай бір көңілді отырыс болған болатын. Жалпы осындай. Егер де сізге айтқан әңгімелерім ұнаса, лайк басып, қолдап, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта жалпы Жапония туралы, Жапониядағы өмір туралы, оқу, жұмыс туралы сіздерге көп ақпарат айтуға тырысамын. Көп рахмет, сау болыңыздар.